Микрокредитті үйден шықпай-ақ онлайн рәсімдеуге болады. Өтінім беру үшін kmf.kz сайтында жеке кабинетке кіріңіз, немесе App Store және Play Market'тен MFO KMF мобильді қосымшасын жүктеп алыңыз. Микрокредитке өтінім бергеннен кейін сізге коды бар SMS хабарлама келеді. Кодты енгізіңіз. Бұл сіздің жеке басыңызды растау үшін қажет. Өтінім мақұлдағаннан кейін ақшаны кез келген банктың төлем картасына алуға болады. Қаражатыңызды сақтау үшін бейтаныс адамдарға жеке кабинетіңіздің логині мен құпия сөзін, сонымен қатар төлем картаңыздың PIN мен CVV-ін айтпаңыз. Егер сізге бейтаныс адамдар қоңырау шалып, PIN-кодты немесе басқа дербес деректеріңізді сұраса, оларды айтпаңыз. Сонымен қатар, сізге таныс емес адам қандай да бір бағдарламаларды жүктеп алуды немесе ақшаны басқа шотқа аударуды сұрауы мүмкін. Есіңізде болсын, мұндай тәсілдерді тек алаяқтар қолданады. Алаяқтар сізге қоңырау шалып, өзін КМФ-тің құқық қорғау органдарының қызметкері ретінде таныстырып, сіздің атыңызға кредит рәсімделді немесе шотыңыздан ақша алынды деп қорқытуы мүмкін. Басқа біреулердің атыңыздан кредит алмағанына және қаражатыңыздың сақтығына көз жеткізу үшін КМФ-ке 7474 нөмірі арқылы хабарласыңыз.